Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қатпарлы қамырдан самса дайындаймын. Суық суға тұз салып ертеді. Кейіннен ұнымызға қосып, қатты қамыр жасайды. Мантының қамырындай болуы керек. Кейіннен қамырды 3 бөлікке бөледі. Үш бөлікті де осылай жұқа етіп жаяды. 3 бөлігімізге де ертілген майды жағады. Бөліктерге ертілген майды салып, бір-бірінің үстіне қабат-қабат етіп жаяды. Ең соңғы қабатына май жағып, орай бастайды. Кейіннен тоңазытқышқа 3 сағат қояды. Дайын болғанда осылай бөліктерге бөліп, ішіне салмасын салады. Мен ірімшік салдым. Пергамент қағазға самсаларды салып, жұмыртқаны жағып, 180-190 градуста пісірдім.